Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы және де мен Денис Алиханов. Samsung компаниясы осыдан біраз уақыт бұрын өзінің 3 бірдей су жаңа смартфон шығарған болатын. Бұл 3 бірдей смартфон S20 және де S20 Plus және де S20 Ultra деп аталады. Сіздерде ойын туындаған шығар. S11-ден S20-ға бірден не үшін секіріп кетті деп. Samsung компаниясы осындай сұрақтарға былай жауап берді. Біз жаңа буынға көптеген өзгерістер жаңадан характеристика енгіздік деп жауап берген болатын. Біз бұл жайлы алдағы уақытта толық шолу жасайтын боламыз. Каналдан алыстамаңыздар. Видеоны бастамай тұрып сіздерге үлкен өтініш жасағалы отырмын. 2 секунд вақытларыңызды бөліп, видеоға лайк басып және де подписаться деген белгіні баса кетсеңіздер, өтінішімді орындаған адамдарға көп рахмет. Ендеше біз бастаймыз. Samsung компаниясы өзінің 3 бірдей смартфонын сатылымға да шығарып үлгерді. Бұлардың айырмашылығы неде деген ой туындаса, ең басты айырмашылықтардың бірі олардың диагоналында. Үшеуінде экранның көлемі 3 түрлі. Samsung Galaxy S20-ның экранының көлемі 6,2 дюймді құрап отыр. Ал S20 Plus-тың экраны 6,7 дюймді құраса, S20 Ultra-ның экранының көлемі 6,9 дюймді құрайды. Үш смартфонда AMOLED экранмен жабдықталған, яғни сіз экранды 3D форматта көре аласыздар. Және де инсайдерлердің хабары бойынша барлық смартфонда IP68 форматы бойынша су мен шаңнан түгелдей қорғалған. Смартфондардың камераларына тоқталсақ, Samsung компаниясы бұл смартфондар болашаққа деген үлкен жаңалық деп хабарлаған болатын. Яғни камералар үлкен дәрежеде үлкен форматқа үлкейтілген болатын. Смартфондардың артқы дизайнына көз жүгірте кетсек, бұл жолы смартфондардың артқы камераларының көлемі біршама ұлғайтылды. S20 және де S20 Plus-тың камерасының көлемі 64 мегапиксельді құрады. Ал S20 Ultra-ның камерасы 108 мегапиксельді құрап отыр. 108 мегапиксель үлкен жаңалық және де үлкен качество деп айтуға да болады. Біршама фотокамералардың өзін артта қалдырып кетті. Ең ерекшелігі алыстағы кескінді 100x ультра форматпен жақындатып түсіре алады. Және де жақындатылған кескінге анық качество беретін камерада қосылды. Ал S20 және де S20 Plus-тың камералары 30x форматқа дейін ұлғайта алады. S20 Ultra-ның алдыңғы камерасы 48 мегапиксельді құрайды және де түнгі режимде де суретке түсіре алады. Смартфондардың жадына тоқталсақ, барлық смартфонда 128 гигабайттан басталып 512 гигабайтқа дейін құрайды. Ал кіші жады, яғни озуы 8 гигабайттан басталып 12 гигабайтқа дейін құрайды. Ал S20 Ultra-ның озуы 16 гигабайтқа дейін көтерілген. 3 смартфонға да 2 сим-карта салуға болады. Және де бір сим-картаның орнына флеш-карта сала аласыздар. Флеш-картаның көлемі 1 терабайтқа дейін салуға болады. Смартфонның аккумуляторына тоқталмай кетсек болмайтын шығар. Қазіргі уақытта барлық адамға телефонның қуаттылығы керек шығар.
Смартфондардың аккумуляторы 4000 мегаамперден басталады. Яғни S20-нікі 4000 мегаамперді құраса, S20 плюстікі 4500 мегаампер, S20 ультронікі 5000 мегаамперді құрап отыр. Барлық смартфонда сымсыз және жылдам қуаттаумен жабдықталған. Және де Samsung компаниясы сымсыз құлаққаптарын шығарды. Енді сіз смартфонды сымсыз құлаққабымен бірге сатып алуға болады. Барлық смартфонға да қол ізі сканермен және де көзбен ашылатын функциялары қосылған. 3 смартфонда 5G желілерін қолдайды. Смартфондардың процессоры Exynos 990 8 ядрлы өте жақсы жұмыс жасайды. Жақсы смартфон сатып алу керек болса, дәл осы смартфонды сатып алуға кеңес беремін. Қазіргі уақытта бұл смартфоннан мықты смартфон бар деп айта алмаймын. 1000 рет естігеннен гөрі 1 рет сатып алып ұстап көр дейді. Бүгінге осы достар, әдеттегідей видеоға лайк басамыз және де каналға жазыламыз. Подписация белгісінің қасындағы колокольчик белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызық видеолар шығатын болады. Аман саулық күнде кездескенше қош сау болыңыздар.